Кеш батса болды, аяғыңыз сыздап, қайда қоярымды білмеймін деп мазаңыз қаша ма? Көрпенің сыртына шығарсаңыз тоңады, ішіне салсаңыз жанады, тіпті аяғымды кесіп тастаса ғой деген ойға дейін барасыз ба? Көпшілік мұны жай ғана шаршауға немесе ауа райына жаба салады. Бірақ тоқтаңыз, бұл жай ғана қақсау емес, бұл сіздің тамырларыңыздың бітеліп жатқанының немесе өте маңызды дәруменнің таусылғанының белгісі болуы әбден мүмкін. Бүгін біз аяқ қақсауын 5 минутта басатын әдісті және оның қорқынышты себептерін айтатын боламыз. Бірінші себеп түнгі қақсау және варикоз. Егер аяғыңыз кешке қарай ісіп, қорғасын құйып қойғандай ауырласа, бұл вена тамырларының сигналы. Қан төменнен жоғарыға дейін көтеріле алмай, аяқта іркіліп қалады. Бұл варикоздың бастамасы. Егер қазір қимылдамасаңыз, ертең тамырларыңыз сыртқа атылып шығып, операциядан басқа амал қалмай қалады. Екінші себеп магний және кальций. Аяғыңыз сыздап қана қоймай, түнде тартылып қала ма? Құттықтаймын, сіздің аяғыңызда магний, кальций немесе калий таусылған. Жүйке жүйесі бұлшықетке дұрыс сигнал бере алмай, олар тұйықталып қалады. Бұл ағзаңыздың мені тамақтандыр деп айғайлап жатқаны. Үшінші себеп жасырын жауы, ол омыртқа. Ең қызығы, аяғыңыз ауырғанымен мәселе беліңізде болуы әбден мүмкін. Омыртқа арасындағы грыжа немесе остеохондроз аяққа баратын жүйкені қысып тастайды. Нәтижесінде аяғыңыз ұйып, қақсап, жансызданып бара жатқандай сезінесіз. Аяқты емдеуден бұрын беліңізді тексертіңіз. Үй жағдайындағы жедел көмек. Дәрігерге барғанша қалай жеңілдеуге болады? Аяқты көтеріп 15-20 минут аяғыңызды жастыққа немесе қабырғаға асып қойыңыз. Қан айналымы реттеледі. Тұзды ванна, жылы суға теңіз тұзын салып, аяғыңызды салыңыз. Магний тері арқылы сіңіп, бұлшықетті босаңсытады. Концентратты душ, суық пен жылы суды кезектестіріңіз. Бұл тамырларға арналған нағыз жаттығу. Достар, аяқ сіздің тірегіңіз. Ол қақсап жатса, демек бүкіл денеңізге салмақ түсіп тұр. Сіз аяқ қақсауын қалай басасыз, қандай маз немесе халықтық әдіс көмектеседі? Пікірге жазыңыз, бұл басқаларға да пайдалы болуы әбден мүмкін. Достар, келесіде қандай видео салғанымды қалайсыздар? Пікірге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.